Армысыздар, эфирде айтарым бар бағдарламасы студия тізгінде Бенбек Бол Мырзахан. Бүгінгі хабарымызда біз құрбан айт жайлы сөз қозғамақпыз. Өз төңіректегі сауалдарымызға Павлодар облысының бас имамы Жолдас Қоспақұлы жауап береді. Жолдас аға, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Әуелі құрбан айт қабыл болсын деп айтқым келіп отыр. Жалпы биыл Павлодар облысында құрбан айт мерекесі қалай аталып өтіліп жатыр? Негізгі іс-шаралар қай жерлерде, соны өзіңіз айтып өтсеңіз. Енді ең бірінші біз әлемді Раббысы болған Алла Тағалаға сансыз мақтау айтайық, пайғамбарымызға салауат айтайық. Мұсылмандардың күнтізбесіне сәйкес 1447 жылдың осы жылы біздің Григориан календарына сәйкес Зулхиджа айы бізде 12-ші ай, 1447 жылдың хижри жылын. Сол 12 айдың ішіндегі ең соңғы ай Зулхиджа деп аталады, бәріміз білеміз. Соның біз үшін қасиетті болған 9-ы, 10-ы, 11-і, 12-сі болып табылады. Біздің қажыларымыз міне қажылығын жасап жатыр. Аман-есен 4000-ға жақын қажыларымыз біздің облыстың қатарына, облыстан кеткендер бар. Ал енді қажылыққа бара алмаған адамдар әрине не қылады? Өздерінің мүмкіншіліктеріне сәйкес бүгін міне таңертең ең бірінші енді бұл құрбан айттың несі анураны дейміз ба, белгісі бұл айт намазынан басталады. Біз айтып келе жатырмыз. Алла Тағала Құран кәрімде айтты: «Фасолли ли раббика ванхар» деді. Ей Мұхаммед, намазыңды оқы, сосын құрмалдыңды шал деді. Демек, ең бірінші біздер міне таңертең сағат 6-да бұл айтқанда мешіттерде жиналып, дәретімізді алып, айт намазын оқыдық. Айт намазын оқып болғандан бастап, міне сағат 6:30-7-ден бастап құрмалдық шалу басталды. Енді ең бірінші әрине бір құрмалдықтың уақыты, құрбандық шалу уақыты 3 күнге созылады. Міне бүгін бірінші күні, екіншісі ол ертең 3 күн жалғасады. Яғни жұма күні 29 күні кешкі сағат күн батқанға дейін, яғни күн батпастан бұрын адам баласы не қылады? Құрмалдықты шалуды аяқтайды. Сондықтан да кімдің бүгін мүмкіншілігі болмаса, ертең шалуға болады, бірсі күні шалуға болады. Ең маңыздысы осы 3 күннің ішінде ол шалу керек. Енді әрине біздер Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бізге берген тапсырмалары бар, бағыттары бар. Әрине сол тапсырмалардың ішінде ең бірінші тапсырма болды. Ол қандай? Әрине бұл құрбан айт болған соң құрбан айтты шалу рәсімін өткізу, соны қадағалау, шариғат бойынша бұл айтқанда өткізудің бағыты бізге жүктелген еді, мешіттерге. Сондықтан да біздер жылдағыда 2 форматта не болды? Құрмалдық болып жатыр. Ең бірінші офлайн дейміз, өзіміз үйренген, және екіншісі онлайн. Мына пандемияның кезінде біздер осы халыққа жеңіл болу үшін, яғни сондай 2020-да сондай жағдайлар болды, 21-де. Сондан да біздің мүфтиятымыз онлайн форматына өткен еді. Сондан да осы жылы да дәл сондай онлайн форматында біздер шалып жатырмыз. Адам баласы құрбан 2026 сайтына кіріп, сол жерде тапсырыс беруіне болады, иншалла да. Сонымен қатар, әрине Павлодар қаласында біздің ипподромда ол құрмалдық шалынып жатыр. Құлагер ипподромында сол жерге барып та алуға болады. Ал енді бұл жерде бір мәселе айтып кетейін. Қойды алып келу, мысалы деге, қойды жеткізу ол біздің функциямызға жатпайды. Ол әрине мына бізде нелер бар ғой, орысшалап айтқан ауыл шаруашылықта бөлімі бар, басқармасы бар. Солар бізге көмектесіп, осы қойларды не қылады? Қалаларға жеткізеді. Бағасына да біз көбінше араласа алмаймыз, өйткені бізге айтады, әрине біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас мүфти Хазірет Наурызбай Қажы Тағанұлы үндеу жасады. Бағасын аса көтеруге болмайды, өсіруге болмайды. Біреудер, мен түсінем, мысалы жыл бойы еңбек етеді. Ол өйткені қойды қарау өте қиын. Бірақ бұл жерде әрине бұл құлшылық. Араларында сосын біреудер бар, мысалы сымақтар 1 ай бұрын, 2 ай бұрын жинап алады да, немесе дәл уақытында осындай бағаға жинап алып әкеп не қылуы мүмкін. Сондықтан да біздің шақыратынымыз бағаны өсірмеу. Бағаны өсірмеу. Әрине біз бәрін түсінеміз, ешкім оған құпия емес. Ол мал бағу, мал қарау бұл өте қиын, бірақ сонымен қатар бұл енді сондай бір құлдайға жақындау бір рәсімі болған соң, құлшылық болған соң, осы жағын кішкене біздің халқымыз ескерсе жақсы болушы еді. Сондықтан да Қазақстан мұсылмандар
сонда діни басқармасы бізге кейбір тапсырмалар берді. Ең бірінші тапсырма, мен жоғарыда айтып беріп кеттім, бұл осы құрбан айтты шариғаттың жолы бойынша не қылу, рәсімін өткізу. Яғни құлагерде біздің дін қызметкерлері тұр, батасын береді, көмектеседі, бұл айтқансын. Малды қарайды ғой бүйтіп. Малды енді кіргізген кезде біздер енді шариғатта сіздер білесіздер, ол қой, ешкі болған кезде бір жаста болу керек. Ал егер семіз болатын болса, ондай болса 6 айдан аса болса рұқсат беріледі. Ал енді қара малға 2 жас болу керек, 2 жастан жоғары. Сосын енді бізде әрине мына түйе жоқ, түйенікі енді 5 жас, яғни 5 жастан жоғары болып не қылады, құрмалдыққа шалынады. Енді біз ең бірінші тапсырмамыз осы, сол жерді қадағалау, шариғат бойынша өткізу, малдар сәйкес келу, сол жасына сәйкес. Сосын екінші, әрине біздің міндетіміз енді мына жергілікті әкімшілікпен бірлесе отырып, мына біздер айтам еріктілермен бірлесе отырып, осы құрбан айттың етін халық енді келеді ғой, келді, құрмалдығын шалды, мысалы шалған соң енді шариғатқа сәйкесдер білесіздер, 3-ке бөл дейді пайғамбарымыз салса, бір бөлегін өзіңе, бір бөлегін туған туысқандарыңа, бір бөлегін мұқтаждарға деген сияқты. Енді кейбіреулер болады, мысалы жарты бөлегін қалдырып кетеді, немесе 3-тен 1-ін қалдырып кетеді деген сияқты да. Мысалы әрине біз оларды қабылдаймыз, өйткені сол жерде біздің адамдарымыз тұрады, жігіттеріміз тұрады. Сосын біздер қабылдап, біз мысалы дек осы онлайн бойынша және офлайн бойынша өтініштер бізге түсті. Мысалы дек маған ет керек деп өтініш жазып жатыр. Әрине біздер енді қолдан келгенге шейін соларды қамтамасыз етуге тырысамыз. Өйткені күн ыстық болса, білесіздер, мысалы бүгінгі күндер енді ыстық болып тұр, сондықтан да о бұзылып кетпеу керек, оны бірденеге жеткізуге біздер тырысу керек. Сондықтан да бұны біз мына жергілікті Павлодар қалалық әкімшілігімен бірлесе отырып, осы жұмыстарды атқарып жатырмыз. Құдай қаласа, және атқарамыз. Одан басқа әрине біздің өзіміздің енді медресеміз бар, мына қариялар орталығы бар, мысалы дек, одан қалай берді, мысалы дек әртүрлі болғанына, балалар үйлері бар, олар да бізге өтініштер білдірткен, жіберіп, енді әрине біз қолдан келгенге шейін жасауға тырысамыз. Енді мысалы дек, бізге енді тапсырмалар әртүрлі түскен, мысалы дек, солардың бәрін енді біз не қылып кетуіміз керек, қамтамасыз етіп алып кетуге біздер тырысуымыз керек та. Бұл бір мәселе. Сонымен қатар, әрине бұл енді құрбан айт сондай мереке болғандықтан адам баласы бұл құрбан айтты, әрине мен жоғарыда айттым, міне кейбіреулер ауылға барады, ауылға барып құрмалдық шалады, басқа бір енді адамның өз еркі, қай жерге барса да, мол имам бола ма, молда болмай ма, ең маңыздысы өзі де соқ нені батаны жаттап алып, Құдайдан сұрайтын болса, иншалла бұл нұрдың үстінде нұр болады да. Сондықтан да бұл жұмыстар міне бүгін жүргізілді, және ол ертең де жүргізіледі. Сосын әрине біздің мүфтиятымыз енді бұл тек қана бұл енді құрбандық шалу, ол әрине оны тарату, халықтарға бөлу. Біз енді оны қолдан келгенге шейін функцияны мойнымызға аламыз. Иншалла Құдай қаласа, оны да жасаймыз ақырын. Сонымен қатар енді әрине әрбір мешіттерде өздерінің жағдайларына сәйкес не қыламыз, әртүрлі рухани, мәдени болған спорттық шараларды біздер өткіземіз. Сол мысал ретінде біздің Павлодар қаласында Машһур Жүсіп мешітінде Алла бұйырса міне түскі сағат 2-ден бастап рухани, мәдени болған шаралар өткізілді, иншалла Құдай қаласа. Оған да осы қалалық мешіттер бәрі қосылып, сол шараны біздер жасадық. Өйткені енді балдарға бір қызық болсын, естерінде қалсын, өйткені бәрі сол неге келеді, былай айтқанда мешітке келеді, бір қызықты нәрсе болады деген сияқты, немесе бір Құранның жарысы болады, немесе сыйлық тарату болсын, сондай нәрселерді біздер жасадық. Енді аудандарда өздерінің жағдайларына қарай оны не қылып жатыр, иншалла жасап жатыр да. Сонымен қатар енді біздің бас мүфтіміз үндеу жасады, осы айт күндері әрине біздер ұлттық болған киімдерді киюге тырысуымыз керек. Өзіміздің ұлттық болған, өйткені әрине бізде діни болған мереке бар, ұлттық болған мереке бар, зайырлы мемлекетіміздің мерекелері бар деген сияқты. Бірақ енді бізде дін мен дәстүр болған соң, дәстүр мен дін бірге қосылған соң, біз міндетті түрде не қылуымыз керек? Осы нені дәстүрді де бірге алып жүруге тырысуымыз керек та. Сондықтан да бұл сол киім, қазақи нақыштағы болған киімдерді кию, бұл да бір біздің не өзіміздің дінімізге, тілімізге, дәстүрімізге, ғұрпымызға, әдетімізге бір үндеу болып табылады да. Өйткені біздер осындай мерекелік нелерді, киімдерді тек қана бір белгіленген бір уақыттарда киеміз ғой. Бірақ бұны біз енді әдетке айналдыруға тырысу керек. Иншалла бұл мен ойлаймын жақсы болады. Соның ішінде әрине бас мүфтіміз осы айтқаны, осы айт күндері әсіресе ұлттық болған нақышта
жаңағы болған киімдерді киіп жүретін болсақ, иншалла бұл халықтың арасында болсын, өзіміздің арамызда болсын, өзіміздің патриоттық болған, немесе елге, отанға, жерге деген, өзіміздің салт дәстүрімізге деген бір ерекше не болады, бір махаббатымызды көрсеткен болып табылады. Жолдас аға, жалпы енді тағы бір сұрақ мына жерде, енді малдың құлағы кесілсе, яғни таңба салынады ғой ауылдық жерлерде, бұл енді аса танымал дүние, бұл қаншалықты жалпы жарамды? Содан кейінгі сұрақ, жауап берсеңіз, құрбан шалып үлгермеген адамдар дәл қазір бізді көріп отыр, енді бүгін бірінші күн басталып жатыр ғой. Жалпы бұл енді ақшасы бола тұра, барлығы бола тұра, енді бұндай қадамға бара бермейтін адамдар бар. Енді осы маңыздылығын айтып өтсеңіз. Енді жалпы ең бірінші ол несіне келетін болсақ, сіз бірінші сұрағыңыз сәйкес, мынау малдың әрине денесі сау болу керек, яғни мүшесі сау болу керек. Ол қалай сау болу? Мысалы ол ақсақ болмау керек, арық болмау керек, соқыр болмау керек, мысалы сол жағына қатты. Ал енді мысалы таңба қойды құлағына, бір жерін кесті мысалы, ол әрине оған құрбандыққа ешқандай зияны жоқ. Өйткені заң жүзінде мысалы сондай егер талап болатын болса, сондай бір қойған болса, ол малдың, қойдың, ешкінің, қара малдың ол денсаулығына ешқандай бір зияны жоқ деп біздер санаймыз, ол жарайды. Сондан да сол жағын қарау керек. Алайда егер мысалы бір көзі жоқ, Құдай сақтасын, ақсақ мысалы, әрине ондайда да союға болмайды, не қылуға, құрмалдыққа шалуға болмайды. Неге өйткені біз айттық қой, құрбан деген сөзінің өзі, егер біздер қарайтын болсақ, екінші сұрағыңызға өтсек, бұл не? Жақындау. Яғни біздер ізгі сауап жұмыстарды істеп, Алла тағалаға не қыламыз? Біздер жақындаймыз да. Бірақ біздер бір нәрсені білуіміз керек қой. Алла тағала Құран кәрімде айтады, сендердің шалған құрмалдықтарыңның қаны болсын, терісі болсын, еті болсын, Аллаға жетпейді дейді. Бірақ жететін нәрсе сендердің тақуалықтарың дейді. Яғни мысалы сіздер бұл қиссаны сіздер білесіздер, бәріміз біз жылда айтамыз, Ибрахим пайғамбар түс көреді. 3 күн түс көрген кезде, мысалы бірінші күн ол ойлайды өзінің ұлы болған Исмайылды, былай айтқанда біздің тілмен айтқан кезде бауыздап жатқанын көреді, құрмалдыққа шығып. Айтады, мүмкін емес дейді. Қалай мен өзімнің туған баламды бауыздаймын дейді. Екінші күн дәл сол түсті көрді. Үшінші күн көрген кезде ол айтады, бұл демек бұл не бір белгі дейді. Бала келеді, баласынан ақылдасады. Балақай, мен түсімде көрдім, сені құрмалдыққа шалып жатқанымды көргедім дейді. Сен қалай ойлайсың дейді. Сонда баласы не дейді? Иф'ал ма ту'мар. Әкетай, Құдай саған бекіткен нәрсеңді орында дейді. Бірақ баласы айтпайды, иф'ал ма турид деп айтпайды. Қалаған нәрсеңді істе деп айтпайды. Айтады, саған не нәрсе әмір етілді, соны орында дейді. Әрине мен сабыр еткендерден боламын дейді. Міне, яғни әкесіне еркіндік бермейді. Не қаласың соны істе. Жоқ, Алла саған міне осыны бұйырып отыр ма, демек сен соны орында дейді. Мен оған сабырлық етем дейді. Өйткені маңдайға жазды ма, демек ол Құдай бекерден бекер парыз етпейді. Сонда баласын алып барады. Мысалы, енді Құдай сізге сенбейтіндерге айтсаң, олар сенбейді, оны ертегі көрсетеді, бір күлгісі келеді. Енді ол адам Құдай сақтасын өзі қиямет күнінде жауап береді. Сонда пайғамбарымыз не қылды? Былай айтқанда Ибрахим пайғамбар баласын бауыздап, пышағын өткірлеп, ол жерде әртүрлі қыссалар келтіріледі. Шайтан көзіне көрінеді, айтады, сен қалай өзің туған балаңды құрмалдыққа шаласын, азғыртады. Бірақ не қылады? Оны таспен ұрып қуады. Сөйтіп пышағын өткізген кезде бисмиллалла, пышақ не қылмайды, өтпейді. Сонда Алла тағала не қылады? Айтады, Ибрахим, әрине сен түсіңді растадың, біз сені тек қана сынақтан өткіздік. Ал енді бізге сенің балаңдың былай айтқанда қаны керегі жоқ. Оның орнына не қыл? Міне қошқарды сой деп, қошқарды аспандан түсіреді. Міне сол уақыттан бастап не қылды? Қошқар бізге былай айтқанда құрбандыққа түсті да. Сондықтан да бұл жерде адам баласы әрине бәріне біреулер айтады, мысалы, менің жағдайым жоқ дейді. Әрине жағдай болмаса құрмалдық шалудың міндеті емес. Ол біз оны түсінуіміз керек. Біз оны мәжбүрлеп былай айтқанда жоқ, сен шалуың керек деп. Ал енді хадистер бар. Пайғамбарымыз салсам айтады, кім, қараңыз, кімдің жағдайы бола тұрып, құрмалдық шалмаса, біздің намаз оқитын жерге жақындамасын дейді. Яғни ол жағдайы бар деген не? Егер сізде мысалы 85 грамм алтын мөлшерінде кірісіңіз бар мысалы. Әрбір отбасына шаққан кезде сондай болса, сол кісі құрмалдық шалу оған міндетті болып табылады. Ал егер сізде ондай кіріс болмайтын болса, сізге ол міндетті емес. Ал егер, міне, бұл мынандай хадистер бар, өте қатты айтқан, бұл айтқанда, не ескертіп айтқан, бұл хадистердің бәрі кімдің жағдайы бола тұрып жасамаса, міне соларға ол айтылғанда. Ал егер жағдай болмаса, ода тұрған шәсес жоқ. Бірақ біз әрине енді қазақ болған соң, мен көп кісілерді танимын, машалла, бисмилля, өздерінің осы құрбан айт жақында
жақындат дегенден бастап айлықтарын жинайды, мысалы деге ақшасын реттеп қояды. Осы менің өзімнің атымнан, отбасымның атынан дейді, мысалы дек. Сосын не қылады? Сол құрмалдығын барып шалады, мысалы дек. Әрине бұл нұрдың үстіне нұр. Ол адам баласы, біздер сондықтан да мен аятта айттым ғой, біздің мынай шалған құрмалдығымыздың қаны нені, ол Құдайға жетпейді. Жететін нәрсе не болады? Біздің тақуалығымыз. Яғни біз Аллаға деген өзіміздің махаббатымызды, ризашылығымызды не қылуымыз керек? Былай айтқанда көрсете білуіміз керек. Мынау, сосын бұл жерде бір нәрсе бар, айтып кетерім. Мысалы, дінде бір нәрсе ықыласты бол дейді. Ықыласты бол. Ықыласты деген не? Шынайылық болу керек дейді. Шынайылық деген ол мысалы жай бере салу деген болмайды. Шынайылық болу деген қандай? Ол біздің дін тұрғысынан қараған кезде адалдық та. Яғни сен өзіңдің Құдайға деген адалдығыңды көрсетесің. Мысалы бір досың бар, мысалы досың айтасың, мысалы 10 досың бар, білесің. Мысалы осы 10 досың ішінде мына екеуі шынайы. Саған көмектеді. 8-і қашан? Сен орындық бар, сенен бір пайда бар, қасында жүреді, пайда болып бәрі қашып кетеді деген сияқты. Сонда сенің досыңның былай айтқанда шынайылығы қашан көрінеді? Қашан сен саған адал болса. Міне, сондықтан да біздерді Алла тағалаға әрқашан әркезде не боламыз? Адал болуымыз керек. Шынайы, осындай құрмалдықты Алла разы болу үшін деп шалатын болсақ, нұрдың үстіне нұр болады. Сондықтан да бұның пайдасы өте көп. Алла тағала бұл мысалы дек қанды шығарып, осыны жасаудағы болған хикметі неде? Әрине біз ең бірінші түсінеріміз, біз Құдайға деген өзіміздің ризашылығымызды білдіртеміз. Құдайға деген махаббатымызды көрсетеміз. Құдайға деген былай айтқанда өміріміздегі, өмір болған соң бейнет болады, зейнет болады, ренжейсің, қапа боласың, қуанасың. Өйткені ол солай нәрсе. Бір жақсы күн болып қалса қуанып қаласың, бір сынақ келіп қалса ренжіп қаласың деген сияқты. Сонда нағыз болған адам құрмалдық шалған кезде не қыласың? Сен Құдайға риза боласың да. Алланың бергеніне ризашылығын білдіртіп, Құдайға сеніп, оған махаббат қойып жасайсың. Бұл сенің иманыңды көтерілуіне және Аллаға жақындауына бірден бір себеп болады. Керемет, Жолдас аға, алтын уақытыңызды бөліп, арнайы біздің студиямызға келіп, осы Құрбан айт туралы әңгімелеп бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Әлбетте, бізде әлі алдымызда 2 күн бар. Дәл осы 2 күннің ішінде тұрғындар осы құрбан шалу мүмкіндігіне ие бола алады деп айтқым келеді. Алдағы уақытта біз сізді басқа тақырыптармен осы студиямызда күтетін боламыз. Қымбатты телекөрермендер, осымен бағдарламамыз тәмам. Әр сейсенбі мен бейсенбі аралығында кешкі 19:30-да өзекті тақырыптарды бірге талқылайық. Қайтаруларыңыз бар болса хабарласыңыздар. Редакциямыздың нөмірі 55 76 40. Амандықта жүздескенше.